Сәлеметсіздер ме балалар? Жақсы отырамыз. Балаларды түгенде балайлы. Бүгін сабақта кім жоқ? Кеше балаларды түгенде балай. Дамир мен Данияр қайда? Соңғы рет оларды спорт залда көрдік. Оқушыларды шақырып келіңізші. Дамир, сен не істеп жатсыңдар? Ұрып жатсыңдар ма? Жіберіңдер ана баланы, мен қазір мұғалімге барып айтамын. Дина, ты почему так много берешь? Новенькая в нашей школе, знаешь свое место? Балам, білем, Данияр мен Дамир бір-балаға қысым көрсетіп жатыр. Спорт залда ақша алып жатқан сияқты. Қазір сөйлесем, орнына барып отыра ғой. Сәлеметсіздер. Мен Дамирдің сынып жетекшісімін. Дамир мен Данияр бірігіп, бүгін мектепте бір бұзақылық жасады. Басқа балаларға күш көрсетушілік орын алды. Я сол бойынша сізді жиналысқа шақырамыз. Ертең сағат 18:00-де. Кешікпей келуіңізді сұраймыз. Жақсы, рахмет, сау болыңыз. В общем, я вчера попросил Динас прикрыть меня перед учительницей, но помимо того, что она дала меня, еще и сказала, что я могу деньги младшеклассника. Давайте массово забудем. Сен қайда қыстай аласың ба? Жоқ, бұл менің орным. Бірақ менің орным болды ғой. Сенікі болса қайтейін, басқа жерге отыршы тоқылда. Динас, қасыма отыршы. Давай. Сен жұмысын жасадың ба? Я жасап кетсін жасадым. Жоқ, бұл саласың ба? Сен сөз ұқпайсың ба? Сен демеді маған бұйрық беретіндей. Мен Дина жаман қыз емес, ол жақсы қыз. Динас, ты шиши, но надо другие бармузы распалать. Если тебе не предложат когда-нибудь от меня помощь, я всегда буду рад тебе помочь.